Армысыздар достар, жер шарында өмір сүретін халықтардың аңыз ертегілері, кейбір мифтері бір-біріне ұқсас болып жатады. Бұның себебін біз көршілес тұруымен, географиялық тұрғыда бір-бірімен жақын араласуымен түсіндіре аламыз. Тағы бір себебі басқыншылық жолмен, тағы да басқа жолдармен бір тіл екінші тілді жаулап, сол аңыздың ортақ аңызға айналуы. Дей тұрғанмен, жердің бір шетінде тұратын халықтар мен жердің екінші бір шетінде тұратын басқа бір халықтың аңыздары, мифтері ұқсас болып жататын кездер де кездеседі. Міне, бүгін сондай бір жайтты сіздерге баяндамақпын. Қазақ ауыз әдебиетінде, фольклорында бірде Төле биге, біресе Қазбек биге тиесілі мынадай бір әңгіме бар. Бірде биге балаға таласқан екі әйел төрелік сұрап келеді. Әйелдің бірі: биеке, мынау менің туған балам, бесігінде ұрлатып алған едім деп шағымданса, екіншісі: жоқ, бұл баланы өзім тудым, өзім бақтым, өзім өсірдім деп бет бақтырмайды. Сол кезде би: мен қандай шешім шығарсам да екеуің разы боласыңдар ма деп сұрайды. Екі әйел де разы боламыз деп жауап береді. Сол кезде қынабынан қылышын суырып алып, онда баланы екеуіңе қақ бөліп берейін дегенде, бірінші әйел шырылдап бидің аяғына жығылып: уа биеке, аман жүрсе болғаны, осы әйелде жүре берсін бала, тек тірі жүрсе болғаны деп шырылдап жылайды. Сол кезде би: бала мына жылаған әйелдікі, бесігінде ұрлаттым деген әйелдікі. Себебі туған баласын өлімге қимай, оның тірі жүруін тілеп тұр деп әділ шешімін шығарған екен. Мінекей, қазақ даласында шыққан осындай бір шешімнің, осындай бір оқиғаның нұсқасы кельттер даласында да, мынау қазіргі Ұлыбритания территориясында да айтылады. Ол аңыз 5-6 ғасырда өмір сүрген король Артур заманына тиесілі аңыз. Тіпті Камелот атты сериалда дәл осы оқиғаны суреттейтін эпизод та бар. Осындай әңгімелерді тыңдағыларыңыз келсе, осындай аңыздарды білгілеріңіз келсе, пікір жазыңыздар, каналыма жазылыңыздар.